Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай баклажаннан жасалған салаттың рецептін ұсынамын. Бұл рецепт Қытай асханасына жатады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, осы рецепті достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыз. Ең алдымен баклажандарды осылай турап алып, крахмалға аунатып аламыз. Мен жүгері крахмалын қолдандым. Сіздер картоп крахмалы бар болса, картоп крахмалын қолдансаңыздар болады. Барлығын жақсылап аунатып аламыз. Осы уақытта біздің майымыз табада қатты қызып тұру керек. Қатты қызып тұрған майда баклажанымызды қызарғанша қуырып аламыз. Баклажанның сырты осындай қып-қызыл болу үшін майымыз қатты қызып тұрған болу керек. 1-2 минут шамасында өзі қызарып бастайды. Мен алдын ала мына жерде қуырып алғаным бар. Сырты өте әдемі қытырлақ болып келеді, іші өте жұмсақ. Енді болгар бұрышын видеода көрсетілгендей осындай кубик тәріздес етіп турап аламыз. Болгар бұрышында қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Қуырғанда қатты қуырудың қажеті жоқ. Өзінің қытырлақ қалпын сақтап қалу қажет. Тек қана кішкене 1 минут шамасында майға қуырып аламыз. Пиязды да кубик тәріздес етіп, ірі-ірі етіп турап аламыз. Мұнда менде сарымсақты осылай турап алып, бірінші сарымсақты майға қызып тұрған табаға салып қуырамыз. Үстінен турап алған пиязымызды қосып, үстінен тұз қосып, 1 минут шамасында тағы да қуырып аламыз. Бір шай қасық тұз қосып, араластырып болғаннан кейін, алдын ала қуырып алған баклажан мен болгар бұрышын осы табамызға салып, ыстық табамызға салып, араластыратын боламыз. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, сұрағыңыз бар болса пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Соя соусын дайындап аламыз. Ол үшін 1,5-2 ас қасықтай соусты, соя соусын ыдысқа құйып, үстінен уксус 9%, тағы да 1,5 ас қасықтай құйып, араластырып, үстінен 2 сарымсақты ұсақтап турап, 1 шай қасық қант қосып, араластырып дайындап аламыз. 9% уксустың орнына негізінде күріш уксусын қолданады екен. Менде ондай уксус болған жоқ, мен кәдімгі үйдегі тұрған уксусты қолдандым. 1 шай қасық қант қосып, араластырып, дайындап алған салатымыздың үстіне осы соусты араластыратын боламыз. Салат өте дәмді болып шықты, міндетті түрде жасап көріңіздер.
кинзаны ұсақтап турап салатымызға араластырамыз. Алдын ала жуып тазалап алған көк пиязымызды видеода көрсетілгендей ірі-ірі етіп турап салатымызға араластыратын боламыз. Достар, менің арнама тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.